Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге ең дәмді ауызда еритін хворостың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Ендеше соңына дейін менімен бірге болып, арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отыруды ұмытпаңыздар. Ал олай болса кеттік. Бізге жұмыртқаның 3 сарысы қажет болады. Оның үстінен қантымызды және тұзымызды, ас қасық қаймағымызды салып, одан соң үстінен жарты кесе сүтімізді құйып, барлығын жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Құрамына қажет заттардың, яғни керек заттардың барлығын төменге описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерден кіріп қарап көрсеңіздер болады. Дайын массамыздың үстіне 1 кесе ұн салып, жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Ең алдымен, содан соң тағы да 1 кесе ұн салып, қолға жабыспайтындай әдемі жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болғаннан соң пакетке салып, шамамен 10 минуттай демалдырып қоямыз. 10 минуттан соң тынған қамырымызды алып, тағы да илеп, 6 минут шамасында тағы да демалдырып қоямыз. Қазақша фудблогтың аз да болса дамуына өз үлестеріңізді қосып, арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отыруды ұмытпаңыздар. Демалған қамырымызды теңде 2 бөлікке бөліп аламыз. Одан соң 1 бөлігін алып, ұнымызды сеуіп отырып, қамырымызды жайып аламыз. Қамырдың жұқалығы сонша астына қағаз қойса, жазуы көрінетіндей болуы керек. Дайын болған қамырымызды енді кесіп аламыз. Саусағымызды қойып отырып, осылай видеода көрсетілгендей етіп, барлығын бірдей қылып кесіп аламыз. Ал енді кесіп алған қамырларымызды, яғни хворостарымызды қызып тұрған майымызға салып, осылай вилканың көмегімен пісіріп аламыз. Майға осылай бір салып алсаңыздар жеткілікті, қатты қызартып, қуырып жіберудің қажеті жоқ. Осылай майдан алғаннан соң вилканың көмегімен кішкене араларын ашып-ашып жібереміз. Барлығын дәл солай пісіріп алатын боламыз. Егер сіздерге вилкамен пісіру ыңғайсыз болса, суши таяқшасымен де пісірсеңіздер болады. Мінекей достар, біздің ауызға салса еритін ең дәмді хворостарымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.